Белгілі ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаев физика-математика ғылымдарының, әсіресе ядролық физиканың дамуына жоғары мән берген. Қаныш Сәтбаевтың бастамасымен салынған ядролық физика институтының құрылғанына биыл 65 жыл толып отыр. Бұл бүгінде іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүзеге асырып, отандық ғылымға өз үлесін қосып жүрген ғылыми зерттеу мекемесі. Қазіргі жетістіктерін айтатын болсақ, онда оны мақтанышпен атаймыз. Қазақстан еліндегі, Қазақстан жеріндегі, яғни ғылыми зерттеулердің және оны өнімдер шығарылатын жалғыз институттардың бірден бірі деп айтуға болады. Яғни мұнда іргелі зерттеулер, қолданбалы зерттеулер, сонымен қоса өндіріске шығатын талай заттар бар. Яғни ядролық физика институтында негізгі бағыттар, яғни ядролық зерттеулер, іргелі қолданбалы, қатты дененің радиациялық физикасы, одан басқа жаңа материал тану, енді мінекей өндіріске келетін болсақ, онда осы радиоизотоптарды, яғни радиоизотоптарды осы өмірде қалай қолдануға болады. Бірінші кезекте айтайын деген, бұл Қазақстан Республикасының атом энергиясын тек қана бейбітшілік мақсатта пайдаланатын бірден бір ұйымның бірі. Соның бір дәлелі ретінде жаңа радиоизотоптарды біз ядролық медицинаға қолданамыз, яғни жаман ауруларды диагностикалау және емдеу препараттарын шығарамыз қажет. Екінші, осы өндіріске, яғни радиоизотоптар, мысалы, кез келген дүниені бұзбай, сындырмай, соның жаңа қасиеттерін анықтап бере алады. Және қазіргі тағы бір үлкен қолданыс қызықты бағытты, осы Қазақстанның кең байлығы, яғни осы Қазақстан территориясын табылған кез келген жәдігерлердің тек қана элементтік құрамынан басқа, олардың қалай жасалған технологиясын бәрін осы нейтринография арқылы біз шығарып бере аламыз. Яғни қазір мысалға тіпті мынау кейбір суреттердің қаншалықты ертелікті, қаншалықты кеш салынғандығын анықтап беру эксперттік ойларды осы нейтрондық активациялық анализ талдау әдістерімен біз оны 100% дәлдікпен айтып бере аламыз. Сондықтан бұл жерде оның қолданысы өте кең. Қазіргі таңда әлемде ядролық медицина бағыты қарқынды дамуда. Жалпы ядролық медицинаға қажетті радиоизотоптардың екі категориясы бар. Бірі диагностикаға арналған, екіншісі емдеуде қолданылады. Қазақстанда әзірге медицинада және өнеркәсіп саласында қолданатын радиоизотоптардың 20 шақты түрі шығарылады. Бұл осы біздің ядролық физика институтының негізінде осыдан 55 жыл бұрын су реакторы салынған зерттеу, яғни 55 жыл болды. Ол жаңағы атом энергиясын бейбіт бағытталып, бейбіт бағытында қолданып, әрі осы болашақта қандай зерттеулер, болашаққа қандай негіздер жасап отыр, осының бәрі үлкен көрсеткіштерге жетіп отырмыз. Ол нейтрондық зерттеулер, жаңа нейтрондық физикасы. Екінші, мысалы, болашақ буын жаңа атом электростанцияларына қажетті отындарды нейтрондармен сәулелендіру арқылы олардың қасиеттерін анықтау. Одан басқа тағы да осы өндірісте қолданылатын, мысалы, болашақта термоядролық синтездерді энергиясын қолданатын электростанциялар салынатын болса, ол жақтағы өткізгіштер қандай қасиеттері бар, соларды нейтрондар арқылы сәулелендіру арқылы сондай шарттарды олар тексеріп, Қазақстан болашаққа өзінің үлесін енгізіп келе жатыр. Одан басқа ол жерде критикалық стенд бар. Оның бір кереметі, реакторға бірден салып эксперименттік қоймас бұрын, сол критикалық стендте оны тексеріп көруге болады. Ол жерде бар жоғы энергиясы 100 ватт болғанымен, есесіне ол үлкен жаңалықтарды ашудың ең үлкен бірінші қадамы болып келеді. Отандық ғалымдар ядролық энергияны көптеген салаларда қолдануға болатынын айтады. Мысалы, ауыл шаруашылығында радиацияны қолдану арқылы өсімдіктердің, жануарлар жасушаларының құрылымын өзгертуге болады. Демек, өсімдіктердің өнімділігі мен төзімділігі арта түседі. Бұл қазақстандық мамандардың бейбіт атомды қолдану саласына қосқан үлесінің аз ғана бөлігі болып табылады. Одан басқа біздің осы Алматыдағы ядролық физика институтының өзінде тағы да 5 үдеткіш бар. Оның біреуі U150M, ол жаңағы изохрондық үдеткіш. Екіншісі
ол жерде ауыр иондарды үдеткіші бар. Ол жерде де іргелі және қолданбалы зерттеулер қолданылып келе жатыр. Және соңғысы осы 2016 жылы ашылған ядролық медицина орталығының негізінде, яғни радиофармпрепараттар қолданатын, өндіріске шығаратын орталықта ол жерде протондардың 30 мегаэлектронатқа шейін үдететін осындай орталығы бар. Медициналық қажетті аспаптарды стерилизациялаудан басқа қазір баяғы өзіміздің ұлы ғалымымыз айтып кеткен Қаныш Имантайұлының ауыл шаруашылығына қажетті салаларын қазір қайталап жандандырып келе жатырмыз. Яғни мысалы Қазақстан өндіретін астықтың 40%-на шейін сол өзінің сапасы, өңдеудің сапасыздығының арқасынан жоғалтып отыр жатқан. Ол әлемде 8-10%-нан артпайды. Мінекей егер осы радио электрондардың үдеткішін қолданатын болсақ, бізде әлемдік деңгейге шығамыз деген ой бар. Осындай қазір бізде осы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетімен және технологиялық университетінің мамандарымен қазір үлкен зерттеулер бастап кеттік. Институттың тек қана зерттеулермен ғана шектелмей емес, осы Қазақстан экономикасына үлкен үлес қоса алатын салаларын айтып отырмын. Соның бірі ретінде кезінде осында 2010 жылға шейін диссертациялық кеңес жұмыс істеген, онда 200-ге шейін ғылым кандидаты мен докторлар қорғаған. Сондықтан біз бұл жерде ғылым кадрлар даярлаудан бастап осы экономизмға қандай пайда алып келеміз, осы қай сала пайда алып келетін барлық салаларға өзіміздің еңбегімізді сіңіріп келе жатырмыз біздің ғалымдар және инженерлеріміз. Онымен қоса осы оны қазіргі 20-шы ғасыр емес, 21-ші ғасырлық жаңа технологияларды енгізуге біз қашанда дайынбыз.